Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте қарапайым, жасау жолы өте оңай, дәмді болып шығатын, бір жасағаннан-ақ дәмін көрсеңіздер ғашық болатын жаппасайатты тағамның жасалу жолымен бөлісемін. Алдымен жаппасайдың қамырын жасауға кірісеміз. Ол үшін бір жұмыртқа, қасықтың ұшымен тұз және бір кеседе су құйып жақсылап араластырамыз. Бұл менде бір жаймаға арналған қамыр болады. Толықтай араласып, тұзы ерігеннен кейін үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз. Менде шамамен 1,5-2 кеседе ұн кетті. Еттің қамырына илегендей қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты бұлшырақ болмауы керек, барынша тығыз болуы керек. Міне осындай қамыр шығады. Енді 15 минутқа демалуға жіберетін боламыз. Бетін жауып қоямыз. Енді етімізді уақтап турайтын боламыз. Менде сиыр еті. Келесі сәбізімізді де көбіктап, әдемілеп турап шығамыз. Картобымызды да осылай уақтап турап шығамыз. Келесі пиязымызды да көбіктап турап шығамыз. Қалауыңыз бойынша басқа да көкөністерден қоссаңыз болады. Керекті заттардың тізімін төменде қалдырып кететін боламын. Енді табамызды отқа қойып, ішіне жарты кеседе шағым майымызды салып, етімізді қуыратын боламыз. Жақсылап тұрып араластырып, етімізді қуырып алуымыз керек. Бетін жауып 5-10 минутта жай отта пісіріп алатын боламыз. Етіміз піскенде бетіне сәбізді салып, тағы да араластырамыз. Сәбізіміз қуырылуы керек. Келесі пиязымызды салып, азғантай ғана араластырып қуырамыз. Содан кейін үстіне картобымызды салып, тағы да қызарғанша қуырып алатын боламыз. Үстіне керекті дәмдеуіштерін, тұзын, дәміне қарай және де томат паstaсын салатын боламыз. Мен паприка мен бұрыштан салдым. Көкөністерімізді араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырылды дегенде бетіне көкөністеріміз батып тұратындай су құйып, бетін жауып қоямыз. Отымызды баяулатуды ұмытпаймыз. Біздің көкөністеріміз піскенше қамырымызды жайып болуымыз керек. Біздің жаймамыз астың жаймасы секілді болып шығуы керек. Менің жаймам дайын. Міне көріп тұрғаныңыздай жұқа болып шықты, суреті көрініп тұратындай. Енді бетіне күнбағыс майын осылай жағып шығамыз түгелдей. Видеода көрсетілгендей 4 бұрышты бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Енді көкөністеріміздің бетіне осылай жауып шығатын боламыз. Міндетті түрде күнбағыс майы жағылған жағын төменге қаратып жаюды ұмытпаймыз. Бетін жауып, шамамен 10 минуттай қамырымыз піскенше пісіріп алатын боламыз. Оттың астын сәл ғана көбейтсеңіз болады. Енді ол піскенше аскөгімізді және көкжуамызды турап аламыз. Біздің жаймамыз пісті. Міне достар, осылай болып шығуы керек. Енді жаймаларымызды табағымызға әдемілеп қойып шығатын боламыз. Табағымыздың ортасына піскен етімізді, көкөністерімізді салып, бетін аскөкпен, көкжуамен әсемдеп бере берсек болады. Міне біздің жаппасайымыз дайын. Дәмі керемет. Менің отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, отбасыларыңыз қуанып қалсын. Достар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.